Сау саламатсыздар ма, қымбатты достар. 15 пара 293 бет Кехф сүресі. Меккеде түскен 110 аят. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Барлық мақтау құлына Мұхаммед ғалейхиссаламға Құранды түсірген Аллаға тән. Онда ешбір қыңырлық қылмады. Өте түзу Құран. Алланың қасынан қатты азап пен үрейлендіру түзу істеген мүміндерге көркем сыйлық барлығын сүйіншілеу үшін түсірілді. Олар онда жәннатта мәңгі тұрады. Сондай-ақ Алланың баласы бар дегендерді ескерту үшін түсірді. Біз Құранды шындықпен түсірдік. Ол шындық бойынша түсті. Мұхаммед ғалейхиссалам сені қуанту, ескерту үшін ғана жібердік. Біз Құранды адамдарға тоқырап оқуың үшін бөлімдерге айырып, аз-аздап түсірдік. Сәжде аяты бар. Мұхаммед ғалейхиссалам Құранға мейлі сеніңдер, мейлі сенбеңдер, бұдан бұрын өздеріңе ғылым берілгендер, оларға Құран оқылған заман етпеттерінен сәждеге жығылады. Олар Раббымызды пәктейміз, әрине Раббымыздың уәдесі орындалады дейді. Олар жылап етпеттерінен түседі. Бұл олардың ықыласын арттырады. Бұлар кітап иелерінен мұсылман болғандар. Мұхаммед ғалейхиссалам оларға мейлі Алла деп немесе Рахман деп атаңдар. Қайсысымен атасаңдар да ең көркем аттар оған тән де. Намазда жариялап та, құпиялап та оқыма да, осының арасындағыны жолды ұста. Барлық мақтау бала емденбеген, әрі мүлкінде еш серігі болмаған, сондай-ақ әлсіздіктен көмекші болмаған Аллаға лайық де, және оны өте ұлықта. Бүгін осы сүрелерді оқи отыра, негізі қазақша мағынасы Құран кәрімнің негізі алып қарайтын болсақ, қазақ елінде осы қазақшаға аударып жатқан біздің ұстаздарымыз өте көп. Құран кәрімді сіздерге өздеріңізге ұнаған аудармасын оқударыңызға болады. Сау саламатта болыңыздар. Дендеріңізге саулық, күндеріңіз жарық болсын. Әрқашанда жолдарыңыз ашық болсын.